қадірлі қауым, баршаңызды мәдениет және өнер қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қасиетті Түркістан өңірінің дамуына сіздер үлкен үлестеріңіз қосып отырсыздар. Оның орны ерекше. Биыл облыстың құрылғанына 7 жыл толып отыр. Мемлекет басшысы жарлығымен Түркістан ерекше мәртебе берілді. Бұл бастама өңірдің мәдениет саласын дамытуға үлкен серпін береді. Түркістан қаласынан бөлек біздің облысымызда мәдениет саласында оң өзгерістеріміз бар. Өткен жылы аудандарда 4 мәдениет үйі пайдалануға берілді. Биыл 7 нысан құрылысы жүруде. Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырған республикалық рухани қазына фестивалінің облыс үшін мекемесі бас жүлде ие болып отыр. Түркістан музыкалық драма театры 2 жыл қатарынан ұмай ұлттық сыйлығының жеңімпазы болып отыр. Биыл Түркістан ансамблі құрылды. Аудан қалалардың мәдениетін дамыту мақсатында өңірлік өлке фестивалі өтуде. Баршаңызға өнер мен мәдениет саласын дамытуына үлес үшін қосып отырғандарыңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Бүгінгі мерекеде үздік мәдениет майталмандары марапатталатын болады. Түркістанды нағыз руханият ордасын айналдыру бағытында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Бұл біздің басты міндеттеріміздің бірі. Барлық бастамаларымызға сәттілік тілеймін. Мереке құтты болсын. Көп рахмет Нұралы Борабайұлы, сахнада қалуыңызды өтінемін. Себебі бүгінгі мерекеге орай Қазақстан Республикасы президентінің 2025 жылғы 28 сәуірдегі нөмірі 859 жарлығына сәйкес елдің әлеуметтік мәдени және қоғамдық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін бірқатар азаматтар наградталады. Ерен еңбегі үшін медалімен Дүкенбаев Нұрлан Мұсағалиұлы, Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы, Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының орынбасары. Сондай-ақ шапағат медалімен Қалмет Мақсат Әбубәкірұлы наградталады. Түркістан Селкөй Харбор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бөлім меңгерушісі. Қазақстан Республикасы президентінің 2025 жылғы 16 мамырдағы нөмірі 876 жарлығына сәйкес елдің әлеуметтік мәдени және қоғамдық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағымен Абмұханова Айжан Рахымғалиевна наградталсын. Шәмші Қалдаяқ атындағы облыстық филармония мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның әртісі. Қошеметтеріңіз. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің еңбек ардагері төсбелгісімен Жұмашев Абдулла марапатталады. Мәдениет саласының ардагері. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен Аралбаева Жазира Әбдібекқызына наградталады. Шәмші Қалдаяқ атындағы облыстық филармония әртісі. Мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен Ильясов Аяз Құрбанұлы марапатталады. Райымбек Сейтметов атындағы Түркістан драма театрының әртісі. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің құрмет грамотасымен Бошина Айгерім Бақытжанқызы марапатталады. Түркістан музыкалық драма театрының директор орынбасары.
жалғастырамыз. Түркістан облысы әкімінің құрмет грамотасымен Ержігітім Сұлтанбек Тағабайұлы марапатталады. Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театрының жарық беруші қызметкері. Кейсетова Назикүл Басқанқызы марапатталады. Отырар аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі. Қошеметтеріңіз қымбатты қауым. Сондай-ақ Түркістан облысы әкімінің құрмет грамотасымен Хамедова Семейш Әзіретқұлқызы марапатталады. Түркістан облысы мақта шаруашылығы музейінің қор сақтаушысы. Сондай-ақ қымбатты қалайым Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен Есепқұлов Нұридин Әшірұлы марапатталады. Сарыағаш аудандық мәдениет үйінің сүйемелдеушісі. Түрлібаева Рая Әбдіраманқызы, Райымбек Сейтметов атындағы Түркістан драма театрының аға реквизиторы. Марапаттарыңыз құтты болсын, марапаттарыңыз зор құрмет қошеметтеріңіз болсын. Есерге суретке шақырам.